Сәлеметсіздер ме? Алмалы ауылындағы орта мектеп гимназияның 9-шы сынып оқушысы Өміртай Идас. Бүгінгі маған берген мәресі жастық керуені. Жастық керуені дегеніміз жастық жасаумен мәдени мұраны сақтау. Бұл презентацияға қарай отырып, мәдени мұраны сақтау маңыздылығы мен рөлін қарастыратын боламыз. Жастық керуені. Жастық керуенінің тарихы ежелгі дәстүр болып келеді. Оны сақтай отырып, біз жастық керуені мен мәдени дегенін түсінеміз. Керуеннің маңыздылығын айта келсек, жастық керуенінің адамдардың бір-бірімен байланыса отырып, бір-біріне көмектесіп, және мәдени мұраның сақтауымен ұрпақтарға деген өте маңызды рөл атқарады. Қатысушылардың рөлін айта кетсек, жастық керуені дегеніміз бір-бірімізге көмектесу, мұқтаж адамға көмектесіп, және сол көмектесуге өте ерекше рөл атқарады. Оның ерекшелігі олар бір-біріне көмектесіп, мәдени мұраны сақтайды. Мәдени мұраның қорғау әдістері, былай қарай отырсақ, мәдени қорғаудың әртүрлі әдістері бар. Соның ішінде білім беру, қоршаған ортаға пайда тигізу мен іс-шаралар ұйымдастыру. Бұл мәдени мұраны жаңғырту. Жаңғырту дегеніміз ол тәжірибе өткізіп, әртүрлі салт-дәстүрлерге байланысты заттар қолданып, және бұл қоғамда мәдени құндылықтарды сақтау жол ашады. Мәдени мұраны жаңғырту дегеніміз ол өткенде тәжірибеге, өткеннен қазіргі кезге дейін жастарға деген бөлісу арқылы жүзеге асады. Бұл қоғам мәдени мұраны жаңғырту дегеніміз өткен тәжірибеден қазірге дейін жастарға көрсетіп, сол арқылы жүзеге асады. Яғни айтқанда, біз бұл қоғамда мәдени құндылықтарды сақтауға жол ашады. Жұртшылықты қатысу. Жұртшылық қатысуы мәдени әртүрлі қазақтың салт-дәстүріне қарай отырып, біз қатысып, оған деген өте мәдени байланыстығымен нығайтуымыз. Мәдени мұра дегенді ойын қорытындылай келсек, жастық керуені мәдени мұра сақтау әрқайсымызға керек.